Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде сырные лепешки. Бізге керегі сүт, ерітілген сары май, тұз. Енді ұнымызды салып, жақсылап қамырымызды иелейміз. Қамырымызды иелеп болғаннан соң 10 минутқа орап қойып қоямыз. Ол уақытта біз картопымызды дайындаймыз. Картопты бірінші пісіріп аламыз және тұзымызды салып, жақсылап еземіз. Езіп болғаннан соң үстінен майонезімізді саламыз және де жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң қамырымызды домалатып жайып аламыз және де сырымызды бетінен салып шығамыз. Одан соң үстіне пюремізді саламыз. Енді жақсылап осылай жайып шығамыз. Жайып болғаннан соң қайтадан сырымызды саламыз, барлық жеріне жеткізіп. Енді қамырымызды шетінен алып түйеміз бір-біріне. Жақсылап түйу қажет, ашылып кетпейтіндей қылып. Түйіп болғаннан соң оқтаумен үстінен 1-2 мәрте басып шығамыз жайып. Енді сковородкамызды алып, жақсылап қыздырып, үстінен сары май тастаймыз. Одан соң қамырымызды саламыз. Қамырымызды жақсылап 2 бетімен пісіріп аламыз. Бетін жауып, кішкене тушить етеміз. Міне біздің лепешкамыз дайын, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сыры өте керемет болып еріп, дәмді болады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.